Салем, құрметті достар. Бүгінгі видеода өт жолын қалай емдейміз. Өт жолы біздер үнемі тамақ ішкен сайын толып қалуы да мүмкін. Соны қалай тазартамыз? Тазарту жолын осы видеода көретін боласыздар. Видеоны соңына дейін қараңыз. Өтті үй жағдайында тазартуға болады. Ол үшін кәдімгі гречка, қазақшасы қара құмық, содан 40 грамм аласыз. Менде весі болмағасын, мен шамамен алдым. Өзіңіз өлшеп аласыз. 40 грамм гречка, оның үстіне су құясыз. Оның үстіне 1 стакан су құясыз. Сосын 20 минуттай қайнатасыз. Гречкаға қант пен тұз ештеңе қоспайсыз. Соны аш қарында таңертең жылы күйінде жеу керек. Сосын оң жақ беліңізбен жатасыз. Жылы орану шарт. Бауыр тұсыңызға ыстықтау грелка қойыңыз. Осылай айына 2 рет жасап тұрсаңыз өт жолы қоюланбайды. Оған тұз бен құм жиналмайды. Ал өт қабы дұрыс жұмыс жасаса, ас ағзаға дұрыс сіңіп, ондағы барлық пайдалы қоректер сізге қуат беретіні анық. Жасап көріңіз. Ағзадағы кейбір жайсыздықтар, атап айтқанда асқазанның қыжылдауы, ас сіңбеу, дененің ауырлап, қызудың ойнамалы құбылуы, іш қату, ұйқы қауіпсіздігі кейде өттің қоюлануынан болады. Сол үшін өт қабын анда-санда тазартып тұру тиімді. Бұл әдіс сізге егер жасап көргенде әсер етпесе, онда басқа әдісті жасап көріңіз. Әрбір адамның ағзасы әртүрлі, сондықтан да ол әдістен емес, сіздің ағзаңыздан болуы мүмкін. Ақпарат пайдалы болды деп ойласаңыз, әдіс пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, және де достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Өт жолы ауыратын адам қазір көп, сондықтан да достарыңызға көбірек таратыңыз да сауап алыңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.